Ащыны жақсы көретін болсаңыз, видеоны соңына дейін қараңыз. Қысқыға арнап қайнатылмай жасайтын ащы бұрышты сақтау әдісімен бөлісемін. Алдымен қолыңызға рәзіңке қолғап киіңіз. Әйтпесе ащы бұрыш деген жер естен кетпес күйге салады. Бізге керегі сарымсақ және ащы бұрыш. Алдымен ащы бұрышымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Артынша сарымсақты да, яғни чесногымызды ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Бөлек бір ыдысты алып, сарымсағымыз бен бұрышымызды үсті-үстіне саламыз. Дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Тәбетіңізді ашатын бұл ащы бұрышты осы әдіспен сақтап алуға кеңес беремін. Ащыны жақсы көрмейтін болсаңыз да, аз мөлшерде қолдансаңыз, тәбетіңізді ашпай қоймайтыны анық. Егер көп мөлшерде қолданып байқаусызда жеп қойсаңыз, көзден жас, маңдайдан тер шығаратыны анық. Сондықтан ескертпеді демеңіз. Менің каналыма кіріп тіркеліп алуды ұмытпаңыз, әртүрлі әдістер мен рецептерді құпиясыз бөлісетін боламын. Біркелкі етіп араласқан бұрышымды осындай ыдыстарға салып шықтым. Дайын болған бұрыштарды тоңазытқышта сақтай берсеңіз болады. Керек кезінде бір ыдыстан алып шығып пайдаланасыз. Пайдаланатын уақытта ғана петрушка қоссаңыздар, дәмін одан өте айқындай түседі. Аскөкті бірден араластырып барлығына қосуға болмайды, себебі уақыт өте тұрған сайын бұрыштың дәмін жойып жібереді. Міне біздің бұрышымыз дайын. Ас болсын, сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.